Өзбекәлі Жәнібековтың Торғай өңіріндегі жасампаздығы тек құрылыспен шектелмеді. Ол ұлт санасын ояту үшін мәдениетті шебер қолданды. Мәскеуден көрген мұз қалашығы идеясын 1971 жылы Арқалықта жүзеге асырды. Мұздан ойылған қалашыққа сырғанақ, хоккей алаңы салынып, қазақтың аңыз кейіпкерлері Алдаркөсе, Жиренше шешен, Қарашаш, ана мүсіндері мүсінделді. Түрлі түсті жарықпен көмкерілген бұл ертегілер әлемі балаларды кітап оқуға жетеледі. Тіпті қалашықты бұзбақ болған қаскөйлердің әрекетіне қарамастан, Өзбекәлі оны сол түні қайта қалпына келтірді. Ұлттық нақыш енген соң жаңа жыл мерекесіне қазақтар құлшыныспен қатыса бастады. 3 жыл ішінде Арқалық адам танымастай өзгерді. Әуежай, вокзалдар, театр, филармония және мұражай ашылды. Өзбекәлінің дипломатиялық шеберлік арқасында Көкшетауға бөлінген қаржы Арқалықтағы музей құрылысына бағытталды. Тәжірибесі болмаса да ол Ресейден майталман мамандарды алдырып іске кірісті. Өзі ауылдарды аралап экспонат іздеді. Оның жәдігерді тани білу түйсігі таңғаларлық еді. Бірде Шопанның үйінде иттің аяғында жатқан ешкім елемеген ағаш астауды 19 ғасырдың құнды жәдігер ретінде танып музейге алдырды. Музейдің тағы бір құнды жәдігері 19 ғасырға тиесілі асадал мен ағаш төсек. Оның иесі жесір әйел, марқұм күйеуінің көзі болғандықтан бергісі келмеді. Тек Өзбекәлінің ел үшін деген сөзіне тоқтап, орнына жаңа жиһаз алып беру шартымен келісті. Күйеуінің төсегін қимаған әйел кейін музейге келіп сағынышын басып тұратын болды. Алайда Өзбекәлі күміспен күптелген кісе белбеуден айырылып қалды. Ол белбеуді бір молда марқұмға Құран оқып берген үшін алған екен. Молданы іздеу 3 жылға созылады. Музей қызметкерлері молданың баласын көндіріп, белбеуді алып кеткенмен, қайсар молда Арқалыққа келіп, ел жұртымен қоштастырып әкелемін деп белбеуді қайта алып кетті. Тіпті Москвич көлігімен де басқа да құнды дүниелерге де айырбастауға келіспеген молда Өзбекәлінің беделіне илана қоймады. Бұл текетірес советтік идеология мен ұлттық руханияттың қақтығысы еді. Өзбекәлі үшін музей халықтың тарихи танымын оятып, төменшік психологиядан арылтатын құрал болды. Сондықтан ол бір жәдігер үшін сол заманның ең үлкен байлығы көлікті де аямады.